Амансыздар ма оқырмандар? Арнама қош келдіңіз. Арнама тіркеліп лүпіл басқан әрбір жанға алғысым шексіз. Сіздерден қолдау күтемін. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Жігіттің бағы ақылды жары. Ертеде 3-4 жолаушы бір ауылдың үстінен өтіп бара жатады. Күн нұрын төгіп таңғы тіршілік басталғанымен ауыл ояна қоймаған. Кедей ауыл екені көзге көрініп-ақ тұр. Тозығы жеткен киіз үйлер, қорада қамаулы санаулы қозы лақтар. Жолаушылардың шеттегі жұпыны үйге назарлары еріксіз ауды. Үйдің айналасы жинақы, есігінің алдында ескі болғанменен көйлегі мен орамалы тап-таза келіншек әндетіп самаурынға шай қойғалы жүр екен. Жолаушылардың үйіне қарай бұрылғанын көрген келіншек иіліп сәлем берді. Отағасы үйде болар, сусын ішіп оразамызды ашсақ деп сөз бастады алдындағы аттағы кісі. Иә, үйге кіріңіздер деп келіншек қонақтарға жылы лебіз білдіріп, олар аттан түскенше үйге кіріп кетті. Артынша үйден отағасы шығып амандасып қонақтарды үйге кіргізді. Амандық саулық сұрасқан соң отағасы, үйдегі барыңды әкел қонақтарға деп дауыстады келіншегіне. Келіншек үндемей жүріп дастархан жайып нанын қойды. Шығып кетіп табағы пышағын қосып қауын әкелді. Отағасы қауынды қолға алды. Қауынның бір жағы шіри бастаған екен. Жігіт келіншегін шақырып басқа қауын әкелуін бұйырды. Келіншек үндемей қауынды алып кетті де аздан соң қауынмен қайта кірді. Отағасы қауынды қолға алып қайта дауыстап шақырды. Мына қауының да шірей бастапты. Басқасын әкел деп келіншегінің қолына қауынды ұстатты. Жағдай қайталанды. Жігіт келіншегіне ашуланды. Келіншекте үн жоқ. Төрде бәрін бақылап отырған қонақтың үлкені, жігітім, босқа ашуланба. Келіншегің ақылды жан екен. Үйіңдегі жалғыз қауынды 3-4 рет алып кірді. Басқасы жоқ деп қонақтардың көзінше бетіңнен алмады. Өзге әйел болса, өзің таппаған дүниені қайдан аламын деп ашуланар еді. Алла келіншегіңнің пейіліне береді. Бақытты болыңдар деп шіри бастаса да, дәмі тіл үйірген қауынды жеп, баталарын беріп, аттанған екен. Арада бірнеше күн өткенде бір жігіт бірнеше жылқы, сиыры, қой ешкісі бар малды айдап келіп жігітке тапсырады. Таң қалған жігіт, өткенде үйіңізге қонақтар келіп еді ғой. Ол патша мен оның нөкерлері болатын. Патша сіздің жарыңызға риза болыпты. Мына малды аз жылда көбейтіп, кеуін бақуатты етеді. Өздері өсіп өніп үлкен әулетке айналсын. Осындай ақылды аналардан туған ұрпаққа еліміздің болашағын сеніп тапсыруға болады деп сәлем айтты деп патшаның сәлемін жеткізіпті. Ақылды әйел қашанда ерінің жанашыры ғой. Тек ынтымақтары жарасып бір-біріне кешірімді бола білсе болғаны.